Сәлем достар. Бүгін бір керемет картоп қосылған бәліш жасадым, пирожки. Енді соның сіздермен бірге рецебін бөліскім келіп тұр. Өте керемет, дәмді болған. Мынау қамыры да өте жұмсақ, пышный болып, енді бір тамаша. Енді сонымен сіздермен бөліскім келіп тұр. Сол үшін мен видеомды басынан бастап, соңына дейін көріңіздер. Ал енді достар, осындай картоптан жасалған бәліштің немесе пирожкидің құрамына не керек екен? Міне, әрине ұн, су, бір жұмыртқа, тұзымыз, дрожжымыз және сұйық майымыз. Ал енді кеттік, онда міне бірінші қосамыз жұмыртқа, тұзымыз, дрожж және де су. Енді осыны жақсылап илеп аламыз. Осылай жақсылап илеп аламыз. Жақсылап илеп алдық. Енді бір 20 минутқа көтерілгенше қамырымызды қойып қоямыз. Осындай пирожки жасау үшін бірінші картоптарды қабығын аршып, мұны кастрюляға салып, әбден қайнатып аламыз. Достар, мына картошкамыз пісіп болды. Тұзын салдық. Енді бұған біз бар ғой, қара бұрышын саламыз, қызыл бұрышын саламыз. Сосын кішкене азырақ сұйық май құйып жібереміз. Енді әдемелеп жақсылап араластырамыз. Пирожкиміздің картошкасында дайындап болдық. Барлық қоспасын қосып, жаңағы өте дәмі деген күшті бұрыш, қара бұрыш, бәрін қызыл бұрыш қосқаннан кейін прям жаңағы иісі бұрқырап, бір керемет болды. Мінекей қамырымыз да дайын болды. Керемет, жұмсақ, енді тамаша болды. Енді соның бәрін кішкене бөліп аламыз да. Мысалға, міне. Осылай бөліп алып, барлығын күлше жасап аламыз қазір. Мінекей барлығын күлше жасап алдық бұлай. Енді қазір осыған нетіп, кішкене жалпақтап жасап жіберіп, ішіне картошкасын саламыз. Мінекей мына күлшелердің бәрін қолмен жайып алдық. Қазір осының бәрін жапсырып, мінекей бәріне салып қойдым. Қазір бұлай екі шетінен алып, бұлай жапсырып, түйіп шығамын. Мінекей бәрін бұлай жасап алдық, пирожкидің бәрін. Осылай. Қазір енді пирожкидің майын әбден қыздырып, пияз салып, оны күйдіріп алып жатырмын. Неге олай істеп жатыр десеңіздерші, пирожкиді жеген кезде ешқандай адамға изжога бермейтін. Бойыңа сіңімді болу үшін обязательно мына қандай да тамақ істемес алдын бұрын осындай пиязды салып, күйдіріп осылай шығару керек. Сонда адамға ешқандай изжога болмай, сол істеген тамағың, пирожкиң сіңімді болады. Сол үшін осылай істейміз. Пирожкиларымыздың бәрін әдемілеп, жай қойып, баяу отта пісіріп жатырмыз. Осылай.